Сәлем достар, күлкі витамин. Бүгінгі ұсынатын киномыз комедия және астарымен бірге. Өзін ең әдемі деп санайтын қыз жайлы. Ране толық қыздардың бірі, бірақ оның өз армандары бар. Тек жолы сәл болмағыш. Жаттығу залына барып, электронды великті сындырады. Дүкеннен өзіне лайықты киім алудың өзі мұң. Қанша жерден жолы болмаса да ол өте төзімді. Оған қоса оны қолдайтын екі құрбысы бар. Bir күні өзінің жұмыс істеп жүрген фирмасының бас офисіне жедел түрде құжаттар жеткізу керек болды. Сол кезде ресепшнге адам қабылдайтыны туралы естіп қуанып, сол түні кинодағыдай фонтандағы мүсінге барып өз тілегін айтты. Бірақ киноның аты кино, еш нәтиже болмады. Солай жаттығу залына тағы да барды. Өміріне заланған ол электровеліктен оңбай құлап түсті. Есін жинаған ол айнадан өзінің мінсіз бейнесін көрді. Ал жанындағы тренер оған қарап не айтарын білмей қалды. Өзіне сенімділік жинаған Рене ең бірінші офисқа барып резюмесін ресепшнға тапсырды. Одан кейін химчисткадағы кезек сұраған жігітті өзіне қырындап тұр екен деп ойлап, өз телефон номерін берді. Жұмысқа қабылдау алдындағы сұхбатта өзін еркін әрі сенімді көрсетті. Осылайша ресепшн жұмысына қабылданды. Жұмысында өзін белсенді көрсетіп, бастықтың жаңа өніміне жаңа идеялар қосты. Химчисткада танысқан жігітті ұялып жүр деп ойлап, өзі бірінші хабарласып кездесті. Кездесулері қызып өтті. Жолай барға барып, Рене бикини аруына қатысты. Бірақ өзінде бикини болмағандықтан киімдерін түре салып сахнаға шығып кетті. Орын ала алмаса да көрермендер көзайымы болды. Жігітті де оның сенімділігіне тәнті болды. Көңіл жарастыра бастады. Жұмысында да көзге түсіп, бастығына жаңа идеялар ұсынды. Бастығы Ренеге жаңа өнімнің таныстыру міндетін тапсырды. Бұл ол үшін өте маңызды еді. Бірақ байқаусызда басын тағы соғып алды. Оянған соң көзіне бұрынғы келбеті көрінді. Және өзіне сенімсіз Рене қайтып келді. Презентациясын фирмаға қалдырып, бұрынғы жұмыс орнына қайтып келді. Жігітімен де кездесуден ұялды. Өз-өзінен түңілді. Кездесуге тығылып келіп, жігітінің оны танымай қалатынына сенді. Жігіті болса бұны ойын деп қабылдады. Танымайтын адам сияқты Ренені ең әдемі қызға теңеді. Бірақ бұны естіген Рене мазақ деп қабылдап қалды. Кейін телефонмен жігітіне айырылсақ деп айтты. Ал жігіті түсініксіз күйде қалды. Ойлана келе Рене жаттығу залына барып, тағы бір рет баспен құлауға ұйғарды. Өкініштісі одан пайда болмады. Фирмадағы идеясын қиялмай, барынша жасанып, презентацияға жасырын кіріп, өзінің екі кезеңдегі суреттерін салыстырмақшы болды. Бірақ суреттерге қараса келбеті мүлдем өзгермеген. Өзгергені тек санасы. Осы оқиғаны айтып беріп, көрермендердің қошеметіне бөленді. Презентация біткеннен соң жігітінің үйіне барып кешірім сұрады және екеуі татуласты. Бұл киноның ең маңызды сөзін Рене презентацияда айтқан. Бала кезде бәрімізде өзімізге деген сенімділік мол болады. Уақыт өте келе өмірдің сынымен ол сенімділік азаяды. Өзімізге, мүмкіндігімізге сенейік, бірақ көзсіз емес.